Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Жібек. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында венский вафлидің жасалуымен бөлісетін боламын. Бізге 3 жұмыртқа, қант, сүт, еріген сары май, ұн және де қопсытқыш қажет болады. Ал енді жасалуын бастаймыз. Ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді оған қант қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Венчикпен жақсылап араластырдық. Енді оған еріген сары май қосамыз. Енді еріген сары майды қосып болған соң, тағы да араластырамыз. Енді оған сүт қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, мендегі салқын күйіндегі сүт болды. Енді барлығын біркелкетіп араластырамыз. Араластырып болдық. Енді оған ұн қосамыз. Ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Қопсытқышты қосып болған соң, енді оны бірден ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға барлық ұнды салып, венчикпен жақсылап араластырып, біркелкетіп жасаймыз. Сіздер бұны араластырып жатқан кезде арасындағы ешқандай да түйіншегі қалмауы тиіс. Егер де арасындағы түйіншектері дұрыс кетпей жатқан жағдайда сіздер бұны миксермен араластырсаңыздар болады. Түйіншектері тез кетуі үшін. Немесе венчикпен мен сияқты тез араластырыңыздар. Оның қоюлығы осындай болып шығады. Егер де венчикті үстіп алып, одан кейін бетіне үстіп жүргізсеңіздер, бетінде із қалса, онда венский вафлидің қамырының қоюлығы дұрыс болып шықты дейді. Енді вафельницамызды қыздырамыз. Қамырымыз осындай біркелкі болып шықты менде. Вафельницамызды қыздырып, оған щеткамен сұйық май жағамыз. Енді дайын болған қамырымызды венский вафлидің қамырын алып, біздің вафельницамызға осылай құйып шығамыз. Менде вафельницамда бірден 4 дана венский вафли пісіп шығады. Барлық қамырлардың барлығын салған соң, біздің вафельницамызды жауып, одан кейін пісіреміз. Менде шамамен бұл вафельницам 5-7 минут аралығында піседі. Сіздердің вафельницаларыңыз егерде 5-7 минуттан көп уақыт пісуі мүмкін, немесе одан ерте пісуі мүмкін. Оның барлық сіздердің вафельницаларыңызға қарай піседі. Ең бастысы дұрыс болып қызарып піссе болды. Барлығын осылай жағып шығамыз. Енді вафельницамызды жауып, венский вафлимызды пісіреміз. Міне менде венский вафли дайын болып пісті. Өте жұмсақ болып шықты, жақсы болып қызарды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте жұмсақ болып шығады. Енді дайын болған біздің венский вафлимызды шанышқының көмегімен вафельницадан босатып аламыз. Бөлек тарелкаға салып, оның бетіне түрлі жеміс жидектерді және де қант ұнтағын немесе шоколадты глазурь дайындап та жақсаңыздар болады. Бұл венский вафлиді сіздер көбінесе таңғы асқа дайындасаңыздар өте керемет болып шығады. Дайын болған венский вафлиміздің бетіне мен қант ұнтағын септім. Венский вафли өте жұмсақ болып шығады. Мен қазір бір венский вафлиді алып, арасын көрейін. Кәдімгідей жұмсақ болып шыққан.
егер де видеоны толық қарасаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.